Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пиццерияладағыдай маргарита пицца әзірлейміз. Пиццамыздың жасалу жолы өте оңай, әрі пиццамыз 7-8 минутта пісіп шығады. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Ең алдымен пиццамыздың қамырын елеп аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Суымыздың үстіне тұзымызды, шекерімізді, ашытқымызды салып, тұзымыз бен шекеріміз ерігенше жақсылап еншегімізбен араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді бізге оливке масла қажет. Мен осы түрін пайдаландым. Оливке масламызды құйып, жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып алдым. Енді венчегімізді алып, ұнымызды електен өткізіп алған. Ұнымыздың барлығын бірден қоспай, бір бөлігін қосып, қолымызбен жақсылап араластыра отыра қамырымызды илейміз. Осылай илеп отыра қалған ұнымызды қосып, енді қамырымыздың басы бірігіп, бір келкі болғанша жақсылап илеп аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецепттер бар. Осылай қамырымыздың басын біріктіріп, бір келкі қылып илеп алдық. Енді бетін жауып, ашытуға қойып қоямыз. Қамырымыз ашығанша салмамызды дайындап аламыз. Қызанағымызды жақсылап жуып алып, осылай дөңгелектеп турап аламыз. Осылай қатты жіңішке де жуан да болып кетпесін. Осылай бір келкі қылып қызанағымызды турап алдым. Салмамыз дайын. Енді сырымызды алып, теркамыздың майда көзінен теркадан өткізіп алдым сырымызды. Мен кома сырын пайдаландым. Осылай сырларымызды теркамыздан өткізіп алдым. Сырымызды да дайындап алдық. Енді қамырымызды алып, қамырымыз ашыған, қамырымызды алып, ыдысымыздан шығарамыз қамырымызды. Осылай ыдысымыздан шығарып, жақсылап иінін қандырып қамырымыздың ортасынан бөлеміз. Осы рецептпен пиццамыздың екі қамыры шығады. Осылай қамырымызды дөңгелектеп, бір қамырымызды бөлек қойып қоямыз. Бір қамырымызды алып, оқтауымызбен дөңгелек етіп жайып аламыз. Осылай сеуіп отыра қамырымызды осылай жайып алдым. Қамырымызды дөңгелек етіп, бір келкі қылып жайып алдық. Пиццамыздың қамыры дайын. Енді мен шет-шетін кішкентай қылып осылай бірінің үстіне бірін қоя отырып осылай өріп шықтым. Пиццамыздың әдемі көрінеді. Осылай көрсеңіздер. Бұл міндетті емес, бірақ пиццамыздың қамырының осылай шетін өріп алдым. Енді майонезіміз бен кетчупымызды қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз майонезіміз бен кетчупымызды. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді пиццамыздың қамырының ашытқы болғандықтан құрамында көтеріліп кетпеу үшін шанышқымен тесіп шықтым. Осылай барлық шетін тесіп алып, дайындап алған кетчуп пен майонезімізді осылай жақсылап 4-5 қасық құйып, осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай жағып шықтым. Жағып, тегістеп алып, енді теркамыздан өткізіп алған сырымызды барлық жеріне қосып шығамыз. Осылай сырларымды барлық жеріне салып шықтым. Дайындап алған салмамызды, помидорымызды осылай сырымыздың үстінен қойып шығамыз. Осылай қызанағымыз қойып алдық. Енді қызып тұрған пешімізде пиццамызды саламыз. Ең үлкен градуста, менде 270 ең үлкен градус, ең үлкен градуста асты үстіне қойып пісіреміз. Осы 7-8 минутта пісіп шығады пиццамыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қорықпаңыздар, толықтай пісіп шыққан. Қамырымыз өте жұқа болады. Осылай меніңкі 7 минутта пиццам пісіп шықты.
градусын үлкен қылып қойыңыздар. Сіздерге кесіп те көрсетіп жатырмын. Қамырымыз өте осылай жұмсақ болып шығады, әрі дәмді, тура пиццериядағыдай пицца болып шығады. Маргарита пиццамыз осымен дайын. Сіздермен бірге болған Таңжарқын.